Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше самсаның түйілу тәсілімен бөлісетін боламын. Бұл тәсіл араб елінен алынған болып, қалған барлық рецептісі, құрамындағы заттары барлығы өзіміздің қарапайым, самсадан айырмашылығы жоқ. Сонымен сіздерге видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Қажетті заттардың барлығын төменде жазып қалдырдым. Алдымен ұнымызды сары майымызға уқалап алатын боламыз. Осылай ұнымыз бір келкі, сары маймен бір келкі болып араласқанға дейін уқалаймыз. Содан соң бір кесе бөлме температурасындағы сүтке біраз қасық тұзды араластырып, үстінен құятын боламыз. Су қосуға да болады. Сүтпен кішкене жұмсақтау болып шығады. Бір жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр болғанша билейтін боламыз. Тағы да үстінен ұн салуларыңызға болады. Жұмсақ болғанға дейін қатты болып қалмауы қажет. Міне осылай менде дайын болды жұмсақ қамыр. Енді оны екіге бөліп, кішкене жұмыс жасайтын боламыз қамырмен. Өйткені көрінісі жаңағыдай тынық болып шығады, бір келкі болып. Қамырды осылай көбірек уқалау қажет. Сонымен тындырып қоямыз, бір 20 минуттай. Бізге салмасына картошка, мен пияз, фарш қолдандым, майлы фарш. Приправаларына зіре қостым, паприка, содан соң кориандр, қара бұрыш, тұз өз қалауларыңыз бойынша барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ендеше біз қамырларымыз осылай кіші бөліктерге бөліп алдым. Мен оны видеоға түсірмеппін, ұмытып кетіппін. Осылай жұқа етіп жайып алып, ішіне салмасын салып, дәл осылай қолымызға жинап аламыз алдымен. Содан соң барып, астынан буып тұрып бұрайтын боламыз осылай. Содан соң үстін ашып, астына қайырып, астына жабыстырып қоятын боламыз қамырымызды. Бетін кішкене осылай өздеріңіз әдемілеп жібересіздер. Осылай астын жабыстырып шығамыз. Іші піспей қалады деп қорықпаңыздар. Бір келкі әдемі болып, жұмсақ болып шығады. Қамырында сары май және сүт болғандықтан жұмсақ болып шығады. Ол жағына уайымдамаңыздар. Қалың болып қалады деген сияқты. Қамырды осы дәл көріп тұрғандарыңызды жұқа етіп жайыңыздар. Жұқа болған жағдайда өте жұмсақ болып шығады. Үстінен жұмыртқаның сарысыны сеуіп, күнжіт сеуіп шықтым мен. 200 градуста 30-40 минуттай баяу отта пісіріңіздер. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Көрінісі өте әдемі, ерекше самса болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.